Ескендір патша дүниеден өтерінде уәзірлеріне жер бетінде өлген адамның саны жоқ. Қияметте ат тұяғындай жерден 70 мың адам тіріледі. Мені адам аяғы баспаған, тірі жан көмілмеген жерге апарып жерлеңдер. Мен көптің бір емеспін. Жарты әлемді билеген сүйегі асыл, қаны қасиетті патшамын. Менің қияметте танымайтын бөтендермен қатар тұруым жараспас. Махшар алаңына жиналуға Алладан әмір болғанда, бір өзім бір мекеннен жалғыз тұрып, Құдайдың алдына бір өзім дараланып барғым келеді дейді. Дүниеден өткен соң уәзірлері, туыстары 40 күн ақылдасып, бұрын соңды адам ұрпағы жерленбеген жер іздепті. Кеңесе келе, олар Ескендір патшаны биік таудың ұшар басына апарып жерлейді. Нөкерлері патшамызды кісі баласы көмілмеген тың жерге жерледік деп қайтыпты. Күндердің күні анасы ұлын сағынып, моласына барыпты. Оның рухына тілдеспек болып, Ескендір деп дауыстайды. Ешкім үн қатпайды. Екінші мәрте Ескендір ұлым деп тағы да дауыстайды. Анасы ұлын 10 рет атап шақырса да жауап болмапты. Ақырында анасы Ескендір Зұлқарнайын деп шақырады. Сол кезде әруақ тіл қатады. Балам-ау, мен бағанадан бері неше рет шақырып жатырмын. Неге дауыс бермедің? Әлде ол жақтағы жағдайың ауыр ма деп сұрапты. Сонда ұлы: жоқ анашым, бәрі жақсы. Сіз атымды ғана атап шақырғанда онда талас басталды. Себебі алақандай жерде есімдері Ескендір қойылған 300-ге жуық әруақ қатар жатырмыз. Атымыз аталғанда мені шақырып жатыр, жоқ, мені шақырып жатыр деп талас басталды. Ақырында Зұлқарнайынды қосып айтқанда ғана талас тоқтады. Күмәнсіз мені ғана шақырғаны анық болған соң басқалары жол берді депті. Осыдан бастап өлген кісіге Құран оқып, дұға жасағанда әкесінің және атасының есімдерін де қосып атау дәстүрге айналған екен.